Поп жанрында ән салатын талантты еңбекқор қыз Зируза Алматыда фан-митингісін өткізді. Әнші бұл жанкүйерлермен кездесуді бірнеше ай бұрын жоспарлағандарын айтады. Фан-митингті біз осыдан 2 ай бұрын жоспарлағанбыз. Ерлан ағай жоспарлады, және де біздің фандом Loyals осыдан 1 ай, 2 ай бұрын өздері де сұрап жатты, фан-митинг бола ма деп. Солай бүгінгі күнге осы фан-митингті қойдық. Бәрі өте керемет өтті деп ойлаймын. Кездесу кешіне келген жанкүйерлердің санында есеп жоқ. Мұндай ашылатты Зирузаның өзі де күтпесе керек. Айтса екен деп тезірек, орнығын келсе жүрегімнен. Loyalстар негізі бүгін өте көп болды. Сұрақтары да өте қызық болды. Соның ішінде бір кішкентай қыз ба әлде білмедім, бір қыз сұрақ қойды. Ол сұрақ: сіз неше жасыңызда отбасы құрасыз деп сондай сұрақтарға дейін барды бүгін. Барлықтарын ұнады деген ойдамын. Зирузаның тыңдармандарының көбісі 14-15 жастағы жасөспірімдер. Олар сүйікті әншілермен кездесуге түрлі сыйлықтарды алып келген екен. Ал Зирузаның өзі ерекше әсерде болды бұл кеште. Әрине, Loyalстарға негізі алғысым шексіз, өйткені өздерінің уақыттарын бөліп, маған осы күнге көптеген сыйлықтар әкеліп жатыр. Олар тәтті шоколадтар немесе торт, өздерінің қолдарына жасаған тортты да әкеліп жатыр. Сондықтан мен өте бақыттымын негізі. Айтқандай, бұл ғана емес. Бұл кеште әншінің жаңа әнінің тұсауы кесілді. Ол үшін Зирузада, жанкүйерлер де дән риза. Біздің бүгін алғашқы әніміздің тұсау кесері болды. Осы жерде мен жанды дауыста айттым. Loyalстарға ұнаған сияқты. Жақын арада біз бейнебаян түсіреміз. Сондықтан күтіңіздер, өте қызық болады. Алдағы уақытта талай жаңа әндер мен бейнебаяндар таспалауды жоспарлап отырған жас әнші тыңдармандарына тосын сыйлар да дайындап жатқан көрінеді. Ол үшін жанкүйерлерге тек күту керек. Ал біз еңбекқор қызға сәттілік тілейміз.